Диканыңа сәлем айт. Кейде 5 тиынға құл қылған қала тіршілігінен қаланың мансап қуып бақ іздеп тез арада байып кеткісі келетін және сол үшін ешкімді де аямайтын әртүрлі адамдарынан шаршағанда мамыражай ауылға тартып кеткім келетіні бар. Елге бар, ен далада қой баққым келеді. Шіркін, керемет қой өмір. Кешкісін өрістен мал келіп жатқандағы шудың өзі жанымның жалғыз емшісіндей көрінетін кездері де жоқ емес. Сол қозы лақтың мамырағанның өзі құдды дала музыкасы. Шыңғырғанда біз қалада жүргенде қанша керемет көрінгіміз келгенмен ауылдағы адамдар бақытты ғой. Қалада жүріп, әр ортаға түсіп, әртүрлі пішіндерге еніп, әртістеніп жүріп, табиғи қалпымызды жоғалтып алдық па деп қайдам. Ал ауыл адамдары обаста Құдай қалай жаратса, өле-өлгенше солай ғұмыр кешеді. Біз құсап өтірік күлуді, өтірік қайғыруды олар мүлде меңгермеген. Мен ауылдың сонысына қызғамын, қоңыр тіршілігін сағынамын. Содан бұлар қолым босай қалса, ауылға тартып кеткім келеді де тұрады. Алайда қаладағы өмірге ыңғайланып киіп алған қамыттың шешіп тастай алмай қиналасың. Бастап қойған істеріңді аяқтауың керек. Армандарың бар дегенде кете алмайсың, ауылға жете алмайсың. Осылай қаладан шаршап, ауылды аңсап, әбігерге түсіп жүргенде елге жете алмасымды білемде, телефонымды қолыма аламын. Бірінші әдеттегідей 8-ді теремін. Сосын ұзақ гудок кетеді. Одан кейін барып өзіміздің ауданның коды мен өзіміздің үйдің нөмірін теремін. Арғы жағынан сіз терген нөмір ақысы төленбеген, уақытша ажыратулы деген хабар аламын. Ылғи осы әкем мен шешемнің орнына осы бір дауысы жұмсақ келіншек жауап береді. Шешеме неше рет ақшасын төлеп қостырыңдар шеш деп Құдайдың зарын қылдым. Шешем де саспайды. Айтатыны бір жауап. Оны қостырғаннан пайда жоқ. Сенен басқа ешкім звондап қарық қылмайды. Сен өзің айына бір хабарласасың дейді. Өзіміздің үйдің телефоны алмағасын талай жылдардан бері қоңсы тұрған көршіміздің үйіне хабарласамын. Олар да бір қызық кісілер. Күнің түсе қалса кергіп шыға келеді. Амандық саулық сұрасқаннан кейін біздің үйден біреуді шақырып жіберіңіздерші десең, ой, сиыр сауып жатыр едім, сүті тартып кететін болды. Жарайды, енді бір жолға ештеңе етпес, күте тұр деп кетеді. Кейде шақырып береді, ал кейде ар жақта отырып, сәлден кейін үйлеріңде ешкім жоқ қой деймін. Айғайлап шығара алмадық қой. Кірейін десем, иттеріңнен қорқамын дей салады. Әшейінде өзі қан сұрай келген итті таяқпен ұрып, ұясына тығып тастап, беймарал кіре беретін әжем ханның аяқ асты өстіп қорқа қалатыны бар. Әйтеуір 2-3 қайтара телефон соғып жатып, әкемді шақыртып аламын. Ауылға деген сағынышымды әкемнің даусымен басамын. Ол кісінің айтқан әңгімелерінен бүкіл ауылдың өмірі көрініп тұрады. Мен әкеммен сөйлескен сайын ауылға барып қайтқандай, ауылды аралап қайтқандай сезімде боламын. Содан болар ауылды сағынған сайын өстіп мазасын алатын әдетім бар. Әкемнің де іші толы қалатын болса керек. Мен хабарлассам болды, қалбалақтап әр нәрсені сөз қылып кететіні бар. Онша көп сөйлемейтін адамның әңгіме айтқанында бір қызық қой. Бүгін тағы телефон шалдым. Әкем көршінің үйіне аяғын шешпестен кіріп кеткені көрінеді. Телефон тұтқасының арғы жағынан, аға, аяғыңызды шешіп кірсеңізші, неңіз кетті? Еденді қазір ғана жарқыратып жуып қойып едім. Үйіңізге де осылай аяғыңызды шешпей кіресіз бе деген көршінің келіннің ренішті үні естілді. Әкем трубканы ала салып, «Алло» деді. Әрі қарай әңгіме төмендегідей жалғасады. «Алло, папа, мен ғой, қалдеріңіз қалай? Жақсы, аман есенбіз. Қойлар туып бітейін деп қалды. Анау сен жақсы көретін сарбас қой биыл тағы да 8 қозы туды. Сенің жаздық демалысыңа дейін семіз марқа болады. Кеше итті босатуды ұмытып кеткен екенбіз. 4 тауықты ұрлап кетіпті.
Содан анау арақ сататын тәпіштің үйіне бардым. Ойлағанымдай сол үйден шықты. Анау әлгі өзіміздің сәркес 2 бөтелке араққа сатыпты. Өздерінің қалдерің қалай? Анау нағашы әпкелерің қалай? Барып араласып тұратын шығарсың. Не үшін хабарласып едің? Жай сол амандықтарыңызды білейін дегем. Басқа не жаңалықтарыңыз бар? Ой, ненің жаңалығы бар дейсің? Жаңалықтың бәрі сендерде ғой. Кеше телевизорден естіп қалдым. Иранда теракт болып тағы да 10 адам өлді дейме? Обал болған екен, Анау әкеңнің аузы ұрайын, террористер обал сауап дегенді ұмытқан-ау деймін. Әкеу, соны қайтесің? Жүзі қырылса да сізге бәрібір емес пе? Ауылың аман ба? Тегей, үйтіп айтпа. Олар да Құдайдан жаратқан пендесі. Ауылың аман, көп берген мәшине аламын деп 4 сиырын сатқан. Соны сойысуға барғанда ақтанбаймен сөзге келіп қалдым. Малдың басын құбылаға қаратып бауызда десем, сатылатын мал ғой, бәрібір емес пе деп көнбейді. Соны да әкесі молда деп Құран оқытып жүрген бізден не сұрайсың? Айтпақшы, сенің оқуыңның ақшасын төлейтін уақыт келіп қалыпты ғой. Биыл 2 мәшинедей шөп артылатын сияқты. Қазір ауылда шөп қымбат болып жатыр. Сол 2 мәшина шөпті сатып 30 000 теңге болайын деп тұр. Ар жағында бір 15 000 теңгедей ғана жетпейді. Анау 2 қошқардың біреуін сатсам ба деп отырмын. Қайымдікі құда шақырайын деп жатыр екен. Сол семіз қойды іздеп жүрген деп Гүлбөбеден естігем. Соған сататын шығармын. Қайымдікі не құда шақырайын деп жатқан? Сенен 2 класс төмен оқыған қызы бар еді ғой. Сонысы Егіндібұлақ ауылының бір жігітіне байға шығыпты. Құдасы ауылдың әкімі деп екен. Үкісін жақсы әкеліпті деп шешеңнің әңгіме қылып отырған. Қайым сол қызының үкісіне келген ақшамен дүкендегі қарызын толық өтеді деп әзілдеп жүр ауылдың адамдары. Анау күні хабарласқанында Дүйсеннің қаладағы баласы мәшине алыпты, соны жудық деп едіңіздер ғой. Қандай мәшине алыпты? Ой, ол иттің баласы мәшине алмай қалсын. Бәсе, ол қалайша ала қойды дейсің деп сеніңкіреп едім. Сөйтсем, сол қаладағы бір таныс досының мәшинесін 2 күнге сұрап алып келіпті де, өзім сатып алдым деп, бүкіл ауылдан сүйінші жинап кетіпті. Мәшине әкелдім дегенде бәріміз қуанып бір-бір қойдан берсек, өтірік алдапты. Сол сүйінші жинау үшін ақ досының мәшинесін сұрап әкелген ғой. Өзі бір иненің көзінен өткендей әдемі мәшине екен. Бәріміздің қуанышымыздан есіміз шығып жүріп, документінде сұрамаппыз ғой. Ей, мейлі, әкесінің қайда кетпей жатқан бір ғой. Сен мәшине алғанда да берді ғой солар бір-бір қойын. Ренжіме оған. Мал табылар, жан аман болсын. Айтпақшы, әпкем ауылдың автобусынан сәлемдеме беріп жіберіп еді ғой. Алған шығарсың. Алдық қой, рахмет. Шопыр Мұрат бір банка варенесі сынып қалды деп қалғандарын әкеп берді. Құдай біледі, сол сынған жоқ, өтірік сынды деп өзі алып қалдау деймін. Бопты, әкелген еңбегі бар, ала берсін. Шешең варенесі құрсын, нан шақ келмейтін болды деп жүр ғой. Әке, жақсы, кейін асықпай сөйлесе жатармын. Менің ақшам бітіп бара жатыр. Жарайды, жақсы онда. Ештеңкеге арандап қалмай байқап жүр. Алматыңда қорқынышты болып кетті ғой. Алаңдамай сабағыңды жақсы оқы. Енді қартайғанда сен оқудан шығып кетті деген жаман атқа қылып жүрмейік. Мен сенің наркозда оқитыныңда айтып жүрген жерімде мақтанып жүремін ғой. Осыдан бітіріп келсең, қайыптың ызасына сені ауылға әкім қыламын. Көп сөйлеп кеттім бе? Бопты, енді сау бол. Айтпақшы, деканыңа менен сәлем айт. Декан сізді танымайды ғой, не деп айтамын? Ой, танымаса танымасын, ел үшін жүргенін азаматтар ғой. Әкем сәлем айтты дей салсаң болмай ма? Деканыңа айт,
жазда ауылға келіп бірер күн демалып қайтсын. Қой сойып күтіп жіберемін. Жарайды, айтайын. Әкем таза көңілмен деканға сәлем айт деді. Мен айта алмаймын. Не деп айтамын? Ол да мен де қалалықпыз ғой. Ал әкем ауылдікі. Келер жолғы хабарласқанда сәлемдемені жеткіздің бе дейді. Мен айттым, сізге де сәлем айтып жатыр деп құтыламын. Әкем соған бола мәз боп, әй, ұлық болсаң кішілік бол деген. Маған да сәлем айтты дейсің бе? Деп шын таң қалады. Одан кейін көрші шалдарға маған анау нархоздың деканы сәлем айтты деп мақтанып жүреді. Әкем ауылдың өзіндей аңғал, ал мен қала адамдарымыз ғой.